Ақша бұл жермен жүру үшін ақысын төлеу керек. Питерді Карл мен оның достары қорқытатынын біліп қойды. Ақшаңды беретін болсаң, саған тиіспейміз. Алайда Хайди қол қусырып қалмады. Досын қорғап, бұзақылықты тоқтату үшін Питер Карлды жарысқа шақырды. Жартасқа өрмелеуден жарысамыз. Балалар шың басында қиыншылыққа тап болды. Хайди атасын шақырып, оларды құтқарып қалды. Арқанды белдеріңе жақсылап байлаңдар. Сөйтіп атай алғаш рет немересі Хайдиге жылылықтан. Қайырлы түн, ата. Қайырлы түн, Хайди. Чиппиді құтқару. Жозеф, не болып қалды? Неге үріп тұрсың? Хайди? Жозеф, мұның не? Аман алып қалған екенсің ғой, Жозеф. Сен сондай ақылдысың. Бәрі жақсы болады. Уайымдама, саған жақсылап қараймын. Хайди, мұнда не болып жатыр өзі? Жозеф Наторғайды шау қарғадан аман алып қалды. Жағдайы нашар, бірақ оның сауығып кетуіне көмектесем. Оныңнан түк шықпайды. Жағдай тым нашар екен. Таста да, таңғасыңды Хайди. Уайымдама, әлі ақ жазылып кетесің. Мен саған не дедім, торғайды таста демеп едім. Оған көмектесе алмайсың. Бірақ оны бұлай тастап кете алмаймын, ата. Көмектескім келеді. Уақытыңды босқа кетіресің, Хайди. Ендеше Питерден көмектесуін өтінем. Ол не істеу керектігін біледі. Қалауың білсін. Киініп алған соң ешкілерді шығарам. Оған дейін Питерде кеп қалады. Бүгін жексенбі. Питер жексенбіде ешкілерді бақпайды. Үйінде демалады. Ол да адам емес пе? Жақсы. Ендеше оның үйіне барам. Берке, тездет. Бұл не қылғаның? Бізді көріп қойғанын қалайсың ба? Алаң болма. Ол бізді естіген жоқ. Көрдің бе? Кетіп қалыпты. Не? Ай, жүр, тездетпесек адасып қаламыз. Қара, адасып қалдық. Бәрі сенің кесіріңнен. Қай жолмен кетті деп ойлайсың? Оңға қарай кеткен секілді. Ендеше сол жаққа кеттік. Біреуді іздеп жүрмісің? Құдайым, бұл сен бісің, Хайди? Ғажап! Өзің анаңнан аумай қалыпсың. Ал көздерің, Тобайстікі, әкеңді айтам. Ата-анам туралы білесіз бе? Жақсы жандар еді. Питер, үйде ме? Таңнан тұрып кетіп қалды. Әр жексенбі сайын бір жерге барады. Тек күн бата оралады. Оны қайдан таба алатынымды білмейсіз бе? Өкінішке орай білмеймін, Хайди. Торғайға бола келдің бе? Я, ол жарақаттанып қалды.
Питер көмектеседі деп ойлап едім. Менімен жүр. Саған көмектесе алатын жанды білем. Бұл кім? Мен ғой апа. Сүйікті асыңызды алып келдім. Алыңыз апа. Бірақ жаңа есікті қаққан менің қолымдағы домалақ нан емес шығар, солай ма? Жоқ апа, ол Хайди. О, Хайди, Питер сен туралы көп айтқан еді. Қане жарығым, бері келе ғой. Сіз нанды жақсы көресің бе дегің келді ме? Я жақсы көрем. Шаштары мақта секілді жұмсақ, иықтары тиын секілді ойнақшып тұр, қолдары ұзын, еліктің аяқтарындай. Мынау суырдың беті ғой, алайда көз жасы көп аққан бет екен. Ханым, менің торғайым жарақаттанып қалды, оған көмектесе алмайтын сияқтымын. Түймедейді түйеде етудің қажеті жоқ. And call me grandmother. Сәлем, балақай. Саған не болды? Сонда қалай, сөйлесіп отырсыз ба? Жүрегі әлсін соғып тұр, қорқып қалған. Бұл жақсы емес. Атам дұрыс айтқан екен ғой. Үміт үзуге болмайды, қызым. Оған көмектесетін бірдеген бар. Дәрі шөп болатын. Демек, оның өмірін сақтап қаламыз ғой. Қолдан келгенше, Хайди. Иіскеп көр. Бұл жусан, алмаған керек шөп ермен деп аталады. Иісі дәл осы жусан секілді. Жаңағы иіс есіңде қалды ма? Я, же қалды. Ол шөптің қайда өсетінін Питер біледі, содан сұра. Бірақ Питердің қайда екенін ешкім білмейді ғой. Жозеф! Жозеф! Менің мұнда екенімді қалай біліп қойдың? Ол иіс сезеді. Тіпті 2 метр қардың астында жатқан тышқанды табалады. Демек, Питердің иісін білсе, оны табалады. Жозефті қалаған жеріне апаруға болатын затты алып шығайын. Сонымен атаңның жағдайы жақсы ма? Долы мінезін тастады ма? Әлі сол қалпы. Торғайды маған бер. Питер келгенше қамқор болам. Ермен шөпті ұмытпа. Міне, Жозеф Питерді мынаның көмегімен табар анық. Рахмет. Қане, Жозеф? Питерді табуға көмектесші. Оны іздеп тап. Кеттік, Жозеф. Сен ақылды итсің. Кешкі асқа дәмді сүйек берем. Карл ренжитін болды. Питердің құпия орнын ешқашан таба алмаймыз. Жаңа оң жақтағы жолмен жүргенде тауып алатын едік. Ақыры жолымыз болатын болды. Қазір ақымақ ешкінің соңынан жүрем. Соңынан? Не үшін? Оның Питермен жолығуға баратыны анық. Не деген ақымақ ең? Солай де. Мен де барсам бола ма? Ол осы маңда деп ойлайсың ба? Иттерді жек көрем. Не болды? Қараш, ол ақ тиген, Жозеф. Жүр, тездетіп Питерді тауып алайық. Ал содан кейін торғайымызға ораламыз. Оған қажетті емдік шөпті тапқанға дейін шыдай тұрса екен. Сен осындағы, әйтпесе тағы ұстап бересің. Болмаса қыстаққа қайт. Жозеф, ақырын жүрші. Естіп тұрсың ба? Бұл Питер екен анық. Питер! 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 Хайди? Питер! Осындасың ба? Питер! Питер!
Хайди, Сен осында екенсің ғой. сонша айғайлағаның не? Маған ермен шөбін табуға көмектесші. Торғайды емдеуге қажет. Ол жарақаттанып қалды. Не? Ал әжеңнің Қандай торғай? айтуынша, Ермен шөп? Ал сен мені қалай тауып алдың? мынаның арқасында. Бұны маған апаң бер. Иісі мұрынды жарат. Ешқандай да иіс жоқ. Жарақаты ауыр торғай тауып алдым. Оған көмектесетін ермен шөпті табуға көмектесші. Әжең емдік шөпті таба алатыныңды айтты. Жарайды. Жозефке не көрінді? Бағана да сөйтіп еді. Тағы да дейін көрген болар. Жоқ. Тереза соңынан аңдып келген. Бұл жерге келе алмайды. Бұл жер маған ғана тиесілі, түсінесің бе? Егер ол Карл мен Уильям қайтатын болса, сені ешқашанда кешірмейтін болам. Түймегейді түйеде еткенді доғар. Жүр, Жозеф. Қайда бара жатсың? Терезаның есін шығарамыз. Не? Мұнда не істеп жүрсің? Ақыл дейді. Сен ақыл дейсің? Өзіңді кіммін деп тұрсың? Тау патшасымысың? Ырылдағаныңды доғар. Мені жібер, әйтпесе. Жарайсың, батырым. Питер қуанып қалатын бол. Тамаша, оған сол керек. Енді біреудің шаруасына араласқанды доғаратын болады. Сонымен мені ермен шөпке апарасың ба? Жақсы, бірақ мен осында 10 минут күте тұр, жарай ма? Мен барлық заттарымды ана жақта қалдырып кеттім. Бірақ мен күте алмайым. Сен іздеуге шыққанда оның жағдайы тым нашар болатын. Тыңда, ол шөпті табу оп-оңай. Біраз уақыттың кетері анық, алайда қорқудың қажеті жоқ. Қара, мына орман, ал мына біз жүрген жол. Өзен бойымен жүре берсең, алдыңнан өзің білетін құз жартасты көпір шығады. Сол жерде солға бұрыласың, алдыңнан қос жартасты алқап шыққанға дейін жүре бер. Ешқайда бұрылма, біраз жүрсең алдыңнан үлкен асу шығады. Ең қауіпсізі сол жақтағы жол. Сол жолмен төмедегі алқапқа қарай жүрсең, оң жақта алқап көрінеді. Алаң болма, Жозеф. Абайлап жүретін болам. Мына жолмен жүрсем тез жетем. Жегісі келмейтін секілді. Сауығып кетеді деп ойламайым. Шыдай тұр кішкентай балақай. Жуық арада Хайди келіп қалар. Енді қайттым. Қане, Хайди. Торғайға көмектесуің керек. Бұл жерден шыға аласың. Жозеф, Хайди қайда? Қой дейм. Не болып қалды? Хайдиге бірдеңе болды ма? Қане, тез арада табуымыз керек. Тездетейік. Не болды? Жозеф! Көмектесіңдер! Мен шұңқырға құлап кеттім! Хайди! Келе жатырмын! Питер! Хайди! Жарақаттанып қалмадың ба? Шұңқырға құлап кеттім, енді
шыға алмай жатырмын. Қазір көмектесемін. Жоғары шығып көрші. Тырысып көрейін. Қане, қайди. Қане, сенің қолыңнан келеді. Қолыңды созсаң болды. Енді өрмеле, өзім тартып аламын. Питер, мен қатты қорықтым. Жарайды, енді бұл жерден кетейік. Әкел қолыңды. Рахмет, Питер. Ештен етпейді. Бұдан бұлай, қай жолмен жүр десем, сол жолмен жүретін бол, ұқтың ба? Бұдан бұлай мені тыңдайтын бол, жарай ма? Кешірші, Питер. Бірақ алдымен ермен шөп жинап алайықшы. Жарайды. Питер, мұнда екен. Мен оны таптым. Жарайсың. Тезет, Питер. Енді сенің үйіңе баруымыз керек. Ол жаққа қысқа жолмен барамыз. Кеттік. Хайди жақын арада келіп қалады деп үміттенем. Шыдай тұр, балақай. Шыдай тұр. Қане, үй ана тастың арғы жағында. Шыдай тұр, балақай. Берілме. Бриджит, торғай қимылдамай қал. Тез, бол енді. Әже, біз ермен шөп алып келдік. Бриджит, маған су әкеліп берші. Қазір апа. Демек, аман алып қалуға бола ма? Үміт үзбеу керек, Хайди. Жан тәніңмен сен. Достарыңды тамақтандыруға дайындалыңдар. Әже, оны аман алып қалдыңыз. Аман алып қалған сен. Ермен шөпті сен тауып әкелдің. Әже, өзі сондай сүйкімді екен, қараңызшы. Қолымнан келсе қарар едім, Хайди. Қос жанарымды мәңгілік қараңғылық басқалы қашан. Сонда, тауларды ешқашан көре алмайсыз ба? Гүлдер мен күнді деме? Ендеше сіздің көзіңіз мен болам. Таудан не көріп тұрғанымның бәрін сізге айтып берем. Солай істесең бір жасап қалар едім, Хайди. Айтпақшы ұмытып барам. Бір апта бойы күн сайын кішкентай торғайыңа мына қоспадан беріп тұр. Оған қоса кішкентай досың демалатын ұя жасауды ұмытпа. Әрине. Менің кетуім керек. Атам мені уайымдап отырған болар. Тағы да рахмет. Хайди! Не? Әлгі туралы ешкімге айтушы болма. Жарай ма? Әрине, айтпаймын. Кездескенше, Питер. Кездескенше, Хайди! Ата, ол аман қалды. Әжей мен Питер маған көмектесті. Хайди, мынау...
Апайың кешкі асын ішті. Енді сенің Бірақ кезегің. ата, менің әлі шаруаларым. Көп сөзді қой, тамағыңды іш. Демалатын орныңды дайындадым. Енді саған ат ойлауым керек. Чип, чип, чип. Чипи. Таптым, Чипи. Ата, Ау. Питер құпиясын неге менен жасырады? Адамдардың жеке құпиясы болғанда тұрған ештеңе жоқ қызым. Бірақ достарда құпия болмау керек. Питер екеуміз доспыз ғой. Питерге біраз уақыт керек. Енді ұйықта. Сіз бен құз жартасты көпір секілді. Қайырлы түн, Хайди.